Сәлем ханымдар, мен Жансая, сіздермен хит торт, бенто тортын жасаймыз. Бұл 2 адамға арналған өте керемет торт, үйдегі бар затпен жасауға болады. Ол үшін біз ең алдымен конфидің ортасындағы начинкасын, яғни салатын салмамызды әзірлеп аламыз. Ол деген замороженный вишняны мен 20 грамм крахмалмен дайындап қойдым, бір қайнатып. 2 жұмыртқа, 60 грамм қант, 60 грамм ұнмен миксерлеп аламыз. Қантымызды 2 бөліп салып, аппақ көбік болғанша миксерлейміз. Баяу миксерден жоғарға көтеріп отырып миксерлей береміз. Ұнымызды разрыхитель 10 грамм разрыхительмен бірге лопатканың көмегімен осылай араластырып аламыз. Миксердің қажеті болмайды. Мендегі форма 18 граммдық, 18 диаметрлік форма. Мен осылай болғанын қаладым. Креміне чиз қолдандым. Небәрі 150 грамм творожный сырмен, 60 грамм қант ұнтағы және 100 грамм сливки ғана қолдандым. Чизді миксерлеп аламыз. 170 градуста 25 минутта піскен бисквитіміз дайын болды. Осылай крем чизді жағамыз, борт жасап алып, жаңағы ортасындағы салмасы, яғни шиден жасалған, бізде осылай қою әдемі болады. Екінші үстіндегі коржын жабамыз. Осылай чизбен барлық жерін жауып, біздің бентомыз дайын болды. Енді қалауыңызша әрлеуіңізге болады. Мен осындай шет-шетін корждарын ұнтағымен жағып, осылай сары түспен және жасыл түспен өзіміздің қазақша сәлем деген жазуымызды жаздым. Ас болсын!